Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, ағылшын тілін үйреніп жүргендер, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілін нөлден бастап 18-ші сабағына келіп жеттік. Тақырып grammar check up number 2. Сонымен екінші біз бақылау. Бұл бақылауда біз сілтеу есімдіктерін this, that, these, those, possessive adjectives, possessive pronouns, сол тәуелдік есімдіктердің, сілтеу есімдіктерін қайталайтын боламыз. Сонымен бастайық. Check up this, that, these, those. Мына бос орынға біз толтыруымыз керек бос орындарды. Сонымен is a dog. Мынау тұрған it. Is a dog. Бұл жерде екі түрлі жауап болуы мүмкін. This немесе that. Егер де it дәл қасымызда тұрса, онда біз this. This is a dog. Бұл тұрған it. Енді келесі are balloons. Are balloons. S жалғау, көптік жалғау. Balloon деген осындай шар деген сөз. Шарлар. Are көптік, көпше түрде қолданылатын би етістігі. Сонымен мынау тұрғандар бізде шариктер. Сонымен these are balloons. Егер де мынау шариктер алыста тұратын болса, онда біз those деп қоятын едік. Былай. Those. Ол сол жағдайға байланысты. Нежде немесе that. That немесе this. Are these pens? No, aren't. Біз мына жерге толтыруымыз керек, бір сөз жазуымыз керек. Яғни pens көпше түрінде тұр, Мыналар бізде қаламсаптар ма? Жоқ. Біз жауап бергенде қалай не жазатын едік? Көпше түрде they. Өйткені they бізде адамдарға қатысты, жануарларға қатысты, заттарға қатысты көпше түрде қолдана береміз. Келесі. These eyes. These мыналар көпше түрі eyes. Көз, eye дегеніміз көз, көздері. Қандай не қойымыз керек? These eyes. Яғни би етістігін қойымыз керек, Көпше түрде бізде are. These are eyes. Енді nose. Nose дегеніміз мұрын. A nose, бірақ мұрын. Is. Сонымен is a nose. Бізде this деген қолданамыз, Мынау дегеніміз мұрын. This, This is a nose. Келесі тексерейік. Келесі мынау check up possessive adjectives, possessive pronouns. These are my pen. Are болғаннан кейін біз these дегеніміз көпше түрде көрсетеді. Are дәл солай көпше түрде қолданылатын би етістігі. My менің possessive adjective. Pens яқта s жалғау түсіп қалған. Соны жазуымыз керек. These are my pens. Those aren't her children. Оның балалары емес дейді. Аналар оның балалары емес дейді. Those aren't, яғни her дейміз бір жаңағы әйел жайлы сөз қозғап тұрғандан кейін those aren't hers. Hers. Яғни pronoun, possessive pronoun. Насы. Those aren't her children. Яқта children дегеніміз зат есімі, her дегеніміз possessive adjective. Adjective пен зат есім бірге жүреді. Those aren't hers. Бұл жерде pronoun. Possessive pronoun, Алдыңғы сабақтарды еске түсірсеңіздер. Those aren't hers. Is it yours? Бұл сенікі ме? Сенікі, Мына жерде оныкі. Ана әйелге байланысты. Мына жерде сенікі. Is it yours? Yes, it's mine. Ол менікі. Келесі. These his shoes.
көпше түрде аяқ киім деген сөз. Оның, яғни бұлар оның аяқ киімі ме? Are these his shoes? No, they aren't. No, they aren't. Are these his shoes? No, they aren't. Енді бұл жерде біз қатені табуымыз керек, Find the mistakes. Mistake дегеніміз. Ол қателерді табуымыз керек. Find деген табу. That are chairs. Бұл жерде are chairs деген дұрыс, бірақ that дегеніміз дұрыс емес. Өйткені that бізде жекеше түрде ғана қолданылады. Сондықтан біз бұл жерде those are chairs деп жазуымыз керек. This book is my. My дегеніміз ол possessive adjective. Әрқашанда possessive adjectivетен кейін біз зат есім қолдануымыз керек. Бірақ бұл жерде зат есім жоқ. Оның алдында қолданылып қойды. Сондықтан сөйлем соңында бізде possessive pronoun келеді. Сондықтан this book is mine. That is his house. That is his house. Анау ол үй деген мағына. Яғни анау оның үйі болу керек. Сондықтан he дегеніміз бұл жерде жіктеу есімдік. Оның орнында бізде possessive adjective болу керек. Сонымен that is his house. That is his house. She name is Жанерке. Ол аты Жанерке. Бұл жерде дұрыс емес. Оның аты болу керек, Name деген зат есім. Яғни бұл жерде қандай болу керек? Possessive adjective болу керек. Her name is Жанерке. It's ours house дейді. Ours дегеніміз бұл жерде бізде possessive pronoun, бірақ possessive pronounнан кейін бізде зат есім ешқашанда келмейді. Тек қана possessive adjectivетен кейін ғана келеді, Сонда мынау қате бізде. Бұл жерде it's our house болу керек. Бұл жерде s болмау керек. Яғни s болмау керек. Тек қана it's our house. Possessive adjective болу керек. House деген зат есім, our деген жаңағы тәуелдік есімдік, it бұл біздің үйіміз. Сонымен достар, бүгін біз қайталап шықтық алдыңғы тақырыптарды, сілтеу есімдіктерін, this, that, these, those, сосын possessive adjective және possessive pronoun тәуелдік есімдіктерін де қайталап жаттығулар жасап, яғни қайталап шықтық. Сонымен біздің каналымызға жазылыңыздар, міндетті түрде қоңырау белгісін басыңыздар, өйткені менің жаңа видеоларым көптеген шығатын болады, пайдалы біздің видеолар, соны жіберіп алмайтын боласыздар. Сонымен келесі уақытта кездескенше сау болыңыздар.